Сәлеметсіздер ме әлеуметтік желі қолданушылар? Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасында зағип журналист Карбоз Айтбаевтың туғанына 80 жылдығына орай «Сырдың сырбаз азаматы» атты еске алу кеші. Карбоз Ақбергенұлы Айтбаев 1943 жылғы 18 мамырда Қызылорда облысының Қармақшы ауданындағы Чапаев атындағы ұжымшарда, қазіргі Ақтөбе ұжымшары колхозшының отбасында дүниеге келген. 1958 жылы номер 109 7 жылдық мектепті, 1961 жылы Жосалы қыстағындағы номер 76 Уәлиханов атындағы қазақ орта мектебін, 1975 жылы Марксизм-ленинизм кешкі университетін, 1983 жылы Гоголь атындағы педагогикалық институтын, қазіргі Қорқыт Ата атындағы университет қазақ тілі мен әдебиеті факультетін сырттай оқып тәмамдаған. 1,5 жасынан көзі шала көретін ол еңбек жолын орта мектепті бітіргеннен кейін 1961 жылдан қараша айында Қазақ Соқырлар қоғамының Қызылорда оқу өндірістік кәсіпорнында жұмысшы болып бастап, осы кәсіпорындағы тұңғыш коммунистік еңбек бригадасының 1964 жылы бригадирі, 1967 жылдың шілде айынан 68 жылдың желтоқсан айына дейін клубта ойын-сауық отауы, кітапхананы қатар басқарып, мәдени ошақтарының жұмысын жандыруға себебі үлес қосты. 1968 жылдың тамыз айына дейін өндірістік кәсіпорында еңбекке баулитын нұсқаушы қызметін атқарды. 1968 жылғы 7 тамызда өткізілген Қазақ Соқырлар қоғамының Қызылорда облыстық 12 конференциясында осы басқармасының төрағасы болып сайланған. Ол бұл қызметін мінсіз атқарып, өз еркімен бұл қызметін босанған. 1987 жылдың наурыз айына дейін басқарма жұмысының өрлеуіне, көз мүгедектерінің шынайы қамқорлық құшағына бөленуіне баға жеткісіз еңбек сіңірді. 1987 жылдың наурызынан Қазақ Соқырлар қоғамының Қызылорда қалалық бастауыш ұйымының төрағасы, ал 1997 жылдың тамыз айынан аталмыш қоғамның Қызылорда оқу өндірістік кәсіпорнының басшысы, директоры қызметін атқаруда. Оның көркем өнер мен спорт саласындағы жеке табыстары өз алдына бір төбе. Бұл салада қадамын ол қоғамдық негізде драма үйірмесін ұйымдастырып, дойбышылар дайындаудан бастаған. Жүлделі орынды есептемегенде шахматтан облыстың 11 дүркін, орыс дойбысынан 1 дүркін жеңімпазы атанды. Спорттың осы түрлерімен халықаралық дойбы 100 шаршылы жарыстарының барлығының жүлдегері. Көркемсөз оқудан 2 рет 1970-1975 жылдары республикалық дипломат атанды. Ол 2-ші дәрежелі төреші облыстың таңдаулы ақылшы ұстазының бірі. Қазақ Соқырлар қоғамының өсіп өркендеуіне сіңірген еңбегі ерекше бағаланып, оған 1995 жылы Қазақ Соқырлар қоғамының құрметті мүшесі атағы берілді. 1970 жылы Лениннің туғанына 100 жыл мерекелік медалімен 2 рет 1975-1985 жылдары Спартак еріктік спорт қоғамы орталық кеңесі төралқасының мақтау қағазымен 1980 жылы Қазақ Республикасы Мәдениет министрлігі мен кәсіподақтары республикалық салалық комитетінің мақтау қағазымен бірнеше рет Қазақ Соқырлар орталық басқармасы мен жергілікті партия кеңес кәсіподақ комитеттерінің мақтау қағазымен марапатталған. 10 жасынан өлең жазумен айналысқан Карбоздың тұңғыш туындысы «Өнерлі өрге жүзеді» атты очеркі 1954 жылдың 18 шілдесінде Қармақшы ауданды Қызылту, 1965 жылдан бастап Республикалық еңбек таңы журналында тұрақты түрде жарияланып келеді.
көптеген очерктері социалистік Қазақстан, егемен Қазақстан, жас алаш, лениншіл жас, қазақ әдебиеті, Қазақстан мұғалімі, спорт, Алматы ақшамы тағы басқа басылымдарда жарық көрді. Оның авторлық мақалалары мен әдебиет туындылары 1975 жылдан бастап облыстық газеттерде тұрақты түрде жарияланып жүр. Журналистің көз мүгедектеріне қамқорлықты күшейту туралы көтерген мәселелерінің біразының оң шешімі табылғанын айтпағанда, оның тындырымдылығының арқасында көз мүгедектері Нышан Шаменов пен Дәріс Көздібаев сынды ардагерлердің есімімен көшелер аталу мәселесі нақты шешімін тауып, көпшілікті риза етті. 1978 жылдан журналистер одағының мүшесі, көптеген республикалық және облыстық басылымдарының штаттан тыс тілшісі, Қарбоз Айтбаевтың жергілікті баспадан 2 кітабы, Қызылорда бастауыш ұйымы, 1990 жылы Орта жолда жемісті жылдар, 1992 жылы жарық көрді. Ол Уәлиханов атындағы номер 26 қазақ орта мектебі тарихы жайлы жазылған кітапша авторының бірі. Бірінші топтағы көз мүгедегі Айтбаевтың шығармашылығының жетістіктері оқырмандардан, тиісті мекемелер тарапынан тиісті бағасын алып жүр. Ол 1980 жылы жарияланған жас жұмысшы конкурсына байланысты еңбекпен шираған азамат очеркін жазып көтермелеу сыйлығына ие болды. Қатарынан 2 рет 94 және 95 жылдар қорытындысымен Ақмешіт апталығы басылымының жүлдегері атанды. 97 жылы облыс әкімінің стипендиаты құрметті атағына ие болды. Қазақ соқырлар қоғамының оқу өндірістік кәсіпорнының директоры Дүйсенбек Абубакыр Бейсенұлы және кітапхана оқырмандары Тілегенов Жасылан, Қайтназаров Сахитжан еске алу лебіздерін білдіреді. Мен осы қоғамға 80-1984 жылы сол уақыттарда Қарбоз Ақбергенұлы Айтбаев облыстық басқарма төрағасы болып жұмыс істеп, мекемеге жұмысқа қабылдану үшін облыстық басқармадан жолдама береді. Сол бастан бастап мен Қарбоз Ақбергенұлын танимын. Журналистік қабілеті болатын. Қанша адамға шахматтан өте жақсы ойнайтын. Шахмат шашкадан мүгедектерге үйретіп, әркімге жанашыр болып, Зария тұруда көзі мүгедектер арналған Зария тұруда деген Алматыдан журнал шығатын. Оларға мақала жазатын, газеттерге, журналдарға мақала жазып берді. Мүгедектердің жетістіктері, спорттан алған, жан-жақтан алған жетістіктері. Олай Қарбоз Ақбергенұлы жұмыста қабілетті, сыйлы, көпшілікте болды. Одан кейін осы 89 жылдар, 88-89 жылдары оқу өндірістік кәсіпорын мекемесіне директор болып қызмет атқарып жүрді. Не айтамыз Қарбоз? Жақсы қызметкер болды. Көпшілікке мүгедектерге сыйлы, қадірлі, қасиетті кісі болды деп есептеймін. Қарбоз Ақбергенұлы Айтбаев ағамызды 1989 жылдан бері танимын. Осы 89 жылы жұмысқа қоғамға келген кезде сол кісі қабылдап, ол туралы не айтамыз, есімізде қалғаны шахматқа өте жақын еді. Шахмат, шашка ұйымдастыру, постоянно жұмыстан кейін шахмат ойнап отырады. Жағдайын сұрап тұрады. Тірі болса 80 жаста жасар еді. Енді жалпы сол кезімізде сол таныған сол Қарбоз ағамыз сол есімде қалған. Рахмет, жақсы. Біз сол жұмысқа неге қабылдап алып, біраз көмектесті бізге айтайын. Журналистік несі бар, газетке нелерді шығарады, жаңа мақалалар береді. Сосын шахматты жақсы ойнайды. Мынау сырттан келген қонақтарды қабылдап, сыртқы басқа облыстан келген нелерді. Бір күні есімдегі жаңағы қалғаны
жақсы келді сейіліп ағамыз бар, композитор. Соны келгенде сол Карбоз Айтбаев соқырларға әкеліп неғып таныстырып сөйтіп сондай нелері бар, жақсы жақтары көп. Бұл кезде 80-ге келіп атыр, тірі болғанда 80-ге келетін еді. Сол Қызылорда облысының қоғамдық жаңалықтарын сол Заря Труда еңбек таңы журналына шығарып тұратын еді. Бәрін де Алматыға кітапханаға. Құрметті оқырмандар, Карбоз Ақбергенұлы артына өз дегеніндей мұра қалдырып, ол ұрпағына және замандастарына, қаламдастарына аманат.